Uyatты тудыруу жолу дейді. Uyatты тудыруу жолу күнәлардан алыстау керек. Күнәлардан алыстау керек. Жаңа айттық қой. Адамға ұятсыздық күнәлардың зияны ретінде келеді. Күнәлардың жазасы ретінде келеді да ағайындар. Күнәлардың жазасы, күнәлардың зияны ретінде келеді. Сондықтан да ол нәрседе күнәлардан алыстау керек. Адам өз-өзін жақсы еткенін істейді, жай-жай үйретеді. Пайғамбар айтады, иннама сабр бит-тасаббур. Яғни сабыр адам өз-өзін жай сабырға үйретумен болады дейді. Ұстаз, жаман ой келсе, ол да күнә ма? Жоқ, жаман ой келсе, ол күнә емес. Адам өз-өзіне дем салған кезде қай сүрелерді оқыған дұрыс? Құранның барлығы шипа. Бірақ дем салған кезде Фатиха, Ихлас, Фәлақ, Нас. Әсіресе Фәлақ және Нас сүрелерін 3 реттен қолыңызға оқисыз да, сөйтіп барлық жеріңіз, немесе ауырып тұрған жеріңізге қойып тұрып дем саласыз. Бір адамды қалай кешіруге болады? Осы сұраққа міндетті түрде жауап беріңізші дейді. Адамды кешіру деген нәрсе былай ғой ағайындар. Бір күні Абу Бакр радиаллаху анху қызы Айша анамызға жала жабылады. Жала жапқандардың арасында өзі жәрдемдесіп отырған, өзі қарасып отырған, бүкіл продуктысының барлығын, тамағының барлығын, үй ішінің барлығын қаржымен қамтамасыз етіп отырған бір жопына кедей біреу де бар болады. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху қатты ашуланады. Мен мынаған қанша жақсылық жасасам, қызыма осылай жаман сөз айтты ма, қызымның намысына тиетін сөз айтты ма деп, оған сол жақсылығын бермей қояды. Сонда Алла Тағала арнайы аят түсіреді. Әлә тухиббуна яғфираллаху лакум деген. Яғни сендер оған сенің қызыңа жала жабардан алдын, қызыңа жамандық жасардан алдын беріп жатқан жәрдеміңді беріңдер. Егер сен оны кешірсең, Алла сені кешіреді. Ал сен Алланың кешіргенін қаламайсың ба дейді таныш. Ал сендер өздеріңді Алланың кешіргенін қаламайсыңдар ма дейді. Кез келген адамды кешірген кезде осы аятты есімізге алайық. Егер бір адамды кешіретін болсақ, Алла Тағала бізді кешіреді. Сонда біз не істейміз? Сол адамды кешіруге жұмыс істейміз. Кешіріңіз. Сізді Алла кешіреді.